Іле ауданының әкімі Жақсымбетов Қайыржан Серікбайұлы 1975 жылы 4 ақпанда Жамбыл облысында дүниеге келген, білімі жоғары. 1997 жылы Қазақ мемлекеттік сәулет құрылыс академиясын өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс мамандығы бойынша бітірген. Ал 2000 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетін құқықтану мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын 1997 жылы Жамбыл облысындағы Жамбыл Агропромстрой акционерлік қоғамында құрылыс учаскесінің шебері болып бастаған. 2024 жылдың 19 қарашасынан бастап Іле ауданының әкімі лауазымына тағайындалды. Ал оған дейін Алматы облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы лауазымында қызмет атқарған. Алғашқы сұхбатыңыз ба? Осы қызметке тағайындалған? Жоқ, алғашқы емес. Сұхбат беріп ұстадым ба? Мына жақтасыңыз. Аяқтағы адам көп. Дауыс нормально? Менің дауысым. Дауысым естіліп тұр ма? Астындасын. Жылдам.